Енді тағы да бір острый сұрақ. Витамин ішу керек екен, барлық адам білет. Түрлі витаминдер бар, бірақ оны ішкеннен кейін ішек оны сіңдіре ма? Бұл основной сұрақтардың бірі. Себебі қазір зашлакованность организма, яғни ішектің шлактарға толып қалуы бүкіл адамда бар. Кішкентай балалардан бастап сіз даже 4-5 жасар балаларды қараңыздаршы, өттері толған, өттері қисайған, потом запор. Не үшін запор? Себебі өт дұрыс бөлінбегеннен кейін ағза запорға ұшырайды. Өт ол біздің антисептигіміз. Өт тамған кезде ол сіздің тамақтарыңыз ірітіп, ыдыратып, шектен ол айдалып шығады ғой. Сол себепті де бат, витаминдерді, минералдарды ішкен кезде сіз бірінші очередь шектің тазалығына мән бермесеңіз, бұл нәрсе пустая трата денег болады. Не үшін? Алоэ сокты біз витаминдермен бірге ұсынамыз. Себебі алоэ сок бірінші кезекте ішкен, жеген заттарыңызды ағзаға сіңдіруге көмектеседі. Мен үнемі айтам, өзінің денсаулығы үшін күресіп жүрген адамдар болса, бат өнімдері бұл дәрі емес. Бат бұл сіздің күнделікті тағамнан алу керек витамин минералдарыңызды орнын толықтырып тұратын компоненттердің жиынтығы. Яғни сіз егер «Умерший доктора» фильмін көрген болсаңыз, түсінесіз, адамның денінің сау болу үшін бір күнде бізге 95 түрлі витамин минерал керек. 95 түрлі. Бір ғана селеннің жетіспегенінің өзінен ағзада неше түрлі аурулардың пайда болады. Кальцийді айтпаған кезде біз тек білеміз, кальцийді білеміз, С витаминін білеміз, D3-ді білеміз. Қалған витаминдерді біз онша мән бермейміз. Себебі оларды кішкентай кезден айтылмаған. Синергия деген сөз, мысалға, ол өнімдерді сіз жеке-жеке іше аласыз қой, ол аптекада да сатылады, мысалға, глюкозамин, хондроитин сульфат, бұл біздің сүйегімізге қажетті строительный материал, яғни кірпіштері дейді ғой. Күкіртті де сіз жеке іше алсаңыз болады, бірақ бұл үшеуі, төртеуі бір мезетте ішілген кезде олар бір-бірінің әрекеттерін, қызметтерін біздің ағзаға беретін, еселейді, көбейтеді, сол себепті результат тез болады. Бір С витаминінің өзін сіз тұмау кезінде, иммунитетті көтеру кезінде ішсеңіз, ал мына жерде ол соктың ішінде, сондай-ақ бір соктың өзі адам ағзасында қызметін 1040 түрлі қызмет атқарады. Сіздің ішегіңізден бастап мынау шаштың тамырындағы тамырларға дейін тазалап, иммунитетті көтеруге, шлак токсиндерді шығаруға, сосын органдардың дұрыс жұмыс жасауына, ішіп жатқан өніміңізді ішекке сіңдіруге қызмет атқарады. Осын бәрін еселеп санаған кезде бұл сок әрине арзан деп санаймын.